это линька. Сегодня ночью она полинялась, я шкурку скинула. Так они линяют каждые 2 месяца. Мультфильмдегі кобралардың да жерлері үлкен болады ғой. Бұл ящерица. Айдаһар дейді. Сақалды айдаһар екен. Сақалды айдаһар. Рапунцельдің қасында миллион. Сияқты көріктер. Иә, района бір шын жақты көріп. И обратно солай Потому көріп. что глаза постоянно вертятся, он не видит, куда идет. Сейчас он мимо ветра. Для этого у нее есть цепкий хвост, чтобы не упасть. А еще у хамелеонов интересные лапы. Посмотрите, там пальцы срослись вместе. Бобтон, кенгуру сияқты көріп. Рапунцель. Наблюдайте, поле тоже ядовитое. Поэтому, когда им за войну ее на охоту, стрелы и дротики. Ұйықтап жатыр, қараңдаршы. Ұйықтап жатыр, демалып жатыр. Палочкасы, бәрі жануар, қаяқ емес, но ішіне аяқ. Мына ше не бар екен? Паук! Я келе жатырмын, қазір. Мәссаған, түн қарашы, страшно екен. Қарашы, қорқынышты, я. Жүндері бар екен. Иә, қарашы, қорқынышты екен. Ахатина, да, они? Они из самых маленьких обезьянок в мире. Белоухие. Да. Им не тесно тут. Ана, қарашы, қорқынышты. Айқайламаймыз сірайма. Шо жылан бар екен. Мәссаған, үлкен құрбақа. Үлкен құрбақа. Мәссаған, қарашы, мына жерде екеу екен көрдің ба? Қарасы үлкен құрбақа. Сүйкімді екен құрбақа. Ұнап отыр ма, Әселге? Пісіріп жеп қойса екен. Я Жанелге ұқсайды екен. Сол екен шаян. Анау бұрышта тұр, қара шаян. Анау бұрышта тұр, қара. Анау да жаңағы палочник қойды. О, мама мия, қорқынышты. Как дышит, да, на горле? Если посмотреть снизу на горло, увидите, как дышит. Потому что крокодилы, они такие животные, которые очень долго замирают. Например, на месте он может стоять до 2 дней, дышать тоже очень долго. 2-3 часа. Жұлдызды тасбақа екен аты. Всего, вот даже сейчас, вот когда спокойно, видите, он зеленый. А, ты любишь тасбақа? А паук ты любишь? Паук ты не любит, а я. Паук.
әдемісін ай. Қарашына қоянның әдемісін әппақ. Топ-томпақ. Сәбіз жеп отыр ғой, томпиып.